Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен дымлама дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл тағамның дайындалу әдісі өте оңай. Қазанымызға сұйық майды құямыз, етімізді турап, жақсылап қуырамыз. Ет жақсылап қуырылған соң, барлық көкөністерімізді видеодағыдай етіп турап, қазанымызға саламыз. Еттің арасына сарымсағымызды қоямыз. Көкөністеріміздің барлығын турап салып болған соң, қырыққабаттың жапырақтарын салып шығамыз. Қазанның бетін жауып, 1,5-2 сағат бұқтырамыз. Біздің дымлямамыз дайын болды. Табаққа жақсылап саламыз. Астөкпен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен апта сайын түрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын.